Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге бездердің ханшайымы, қалқанша безінің қызметі бұзылғанын қалай анықтаймыз және де ол қандай әдістер екені туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Біздің қазіргі қоғамда конфликті жағдайлар көп болғандықтан екінің бірінде стресстік жағдай болады. Ал қалқанша безінің қызметінің бұзылуына алып келетін негізгі себептердің бірі ол стресстік жағдай болып келеді. Сол себепті бұл тақырып бәріне қызық деп ойлаймын. Бірінші, қалқанша безінің қызметіне келетін болсақ, ол қалқанша безі бізде ағзада ең негізгі маңызды қызмет атқаратын бездердің бірі болып келеді. Ол ағзада белоктардың түзілуін, майлардың және де көмірсулардың ыдырап, жалпы зат алмасу процесін жақсартып отырады, яғни реттеп отырады. Қалқанша безі ағзада кальцийдің сіңуін және де қандағы қанттың деңгейін реттеп отырады. Сонымен қатар ағзада жалпы бейімделу, яғни адаптация процесін реттейді, ағзаның физиологиялық дамуын реттейді, ағзада жыныстық дамуды, репродуктивті процестің дұрыс жүруін реттеп отырады. Бас миының жұмысын және де интеллектуалды дамуды реттеп отырады. Сонымен қатар иммунитеттің дұрыс жұмыс жасауын және де ағзада жылу процесінің, жылудың түзілуін реттеп отырады. Қалқанша безі ерлерде, әйелдерде болсын, және де үлкендер, кіші болса да, қай ұлт болса да, бұл ауру тұқымнан тұқымға қуалап отырады. Сол себепті бұл қалқанша безінің жұмысын бәріне тексеріп отыру керек. Қалқанша безінің негізі тұқымқуалаушылық арқылы берілетін ауру болып келеді. Сонымен қатар және де басқа да факторлар әсер етеді. Ол факторларға айта кететін болсақ, бірінші радиациялық әсерлер және де жануар текті белокты тағамдарды аз қабылдағанда және де селеннің жетіспеушілігі, бауырдың жұмысын, бауыр жетіспеушіліктерінде және де алтын препараттары және цитостатиктерді қабылдағанда, гормондарды және контрацептивтерді қолданғанда, ішімдік және де темекі қабылдағанда болуы мүмкін. Келесі, қалқанша безінің жұмысын анықтайтын әдістерге келетін болсақ, ол бірінші тиротропты гормон және де УЗИ болып келеді. Тиротропты гормон ол гипофизде өндірілсе де, қалқанша безінің қызметінің бұзылғандығын алғашқы көрсететін тиротропты гормон болып келеді. Ал келесі бізде УЗИ, бізде ағзада УЗИ аппараттары бізде қалқанша безінің контурын, көлемін және де ол жерде киста немесе түйіндер бар екенін және де қан айналымын көрсетеді. Ал егерде түйіндер болатын болса, онда соноэластография әдісін жүргізу керекпіз. Соноэластография ол егерде қалқанша безінде қандай да түйіндердің құрылымын көрсетеді. Яғни дәрігерге түйіннен рак алды тіндер бар ма, жоқ па, соны анықтайтын әдіс болып келеді. Және де егерде қандай да рак алды ауру бар екен күдіктенетін болса, онда тироглобулин және де кальцитонин бізге негізгі көрсететін маркер және көрсеткіш болып келеді. Және де тироглобулин ол операциядан кейінгі науқастың қалқанша безінің қызметін, қалқанша безі туралы ақпарат беретін негізгі маркер болып келеді. Келесі, бізде кейде УЗИ нормальный болуы мүмкін, бірақ ТТГ көтеріліп тұруы мүмкін. Ал кейде УЗИде киста, түйін болуы мүмкін, бірақ ТТГ нормальный болады. Ал кейде екеуі нормальный болып, пациенттің клиникасында қалқанша безінің қызметін бұзылғанын байқауға болады. Сондықтан бізде клиникасына да аса қатты мән береміз. Ал сол себепті бұндай жағдайда пациентті біз 3-4 айдан кейін қайтадан анализ тапсырып, ТТГ және де УЗИ өтуін сұраймыз.
9-10 жастан бастап бізде жыл сайын ТТГ және де УЗИ щитовидка өткеніміз абзал. Егер де сізде анализде қалыпты көрсеткіште сізге врач қайтадан келесі 3-4 айда анализ тапсырыңыз десе, онда тапсырғаныңыз абзал. Себебі қалқанша безінің қызметінің бұзылысы 3-4 айда анализдің көрсеткіші өзгеруі мүмкін. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жазыңыз. Және сізге қандай тақырып қызық болатын болса, сол тақырыпты жаза кетіңіз. Мен соған байланысты видео түсіретін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода жүздесейік. Амандықта, кездескенше.